Егер ұбт-да осындай есеп келсе, шығара алар ма едің? Ал бірге шығарайық. Екі жазық айнаның арасындағы бұрыш 40 градус болса, алынатын кескіндердің саны. Яғни бір жазық айна былай тұр, екінші жазық айна былай тұр, арасындағы бұрыш 40 градус. Жазық айна арасындағы бұрыш белгілі болатын болса, кескіндердің санын табу үшін біз мына формуланы пайдаланамыз. Кескіндердің саны n, ол 360 градус бөлінген альфа азайтылған 1 деген формуламен анықталады. Бізде альфаның мәні міне 40 градусқа тең болып тұр. Орнына қоятын болсақ, 360-ты бөлеміз альфаға, азайтылған 1. 360 бөлінген 40 минус 1. Сонда қанша болады? 9, сонда 8 болады, е? 8 деген А нұсқасына сәйкес келіп тұр. Ал енді оқушылар, сұрақ, яғни тапсырма. Егер де бізде альфаның мәні 40 градус емес, мысалы альфаның мәні 30 градус болатын болса, немесе альфаның мәні 60 градус болатын болса, немесе 90 градус болатын болса, немесе 180 градус болатын болса, онда кескіндердің саны қанша болады? Осының барлығын есептеп комментарияға жазып қалдыр. Мына форманы міндетті түрде жаттап алу керек. Өйткені ұбт-да осындай есептер келеді.